BP компаниясы әлемдік нарықта өзінің орнын алған компания. Бірақ өнімменен шығып, 100-ден аса мемлекетті баурап алған компания. Бірақ өнімменен шығып. Әлемдік нарыққа шығу үшін бүткіл сертификат лицензияларын алды, достар. Бірінші күннен бастап халал, веган кашер сертификаттары, GMP, ISO сертификаттары бар. Оның бәрі сайтта көрсетілген, достар. Және де осы өнімдерді қолдана отырып, бізде бұрыннан келе жатқан серіктестер емес, жаңадан келген серіктестер де өз нәтижелерін алуда. Соның бірі менмін, достар. Табыс көзде өте жомарт, сондықтан бізде жаңадан келген серіктестер басқа компанияларға қараған уақытта 15-20 есе табыс көзі өте жоғары екен. Көшбасшылардың да басқа компанияларға қараған уақытта табысы 5 есе, 10 есе көп. Бізде лайфстайл бонус деген бар, басқа компанияларға қараған уақытта біз 20 есе көбірек табамыз. Сондықтан, достар, міне біздің BP компаниясының өнімдері және маркетинг жоспары. Егеріміз Дэн Путнам, американдық азамат, тек қана Америкада емес, Европа елдерінде де, қазіргі таңда тыйымды елдерінде де өте танымал азамат. Жақында ғана біздің Алматы қаласында болды. Біздің BP 2-2 командасының шақыртуымен осы 14 қазан күні Алматы қаласына форум жасап, вице-президент Хесус Альварес келді. Компанияның алдыға қойған жоспары өте керемет. Сондықтан, достар, мен осындай компанияда, BP компаниясында, және де осындай BP 2-2 командасында болғаныма өте қуаныштымын. Жоғары жақтағы біздің тәлімгеріміз Ғалия Серғазина өте білікті, білімді маман, өз ісінің шебері, өз ісінің маманы. Сондықтан біздің командада көптеген қазір жаңадан даймонд дәрежесіндегі, платина, алтын дәрежесіндегі, күміс дәрежесіндегі және көптеген серіктестер өз табыстарын табуда, денсаулықтарын жөндеуде. Сондықтан осы компанияда болғаныма, осы командада болғаныма мен өте қуанамын, достар. Барлықтарыңыздың істеріңізге сәттілік, жақсылық тілеймін.